Мынауға міне нан жеп отқан жеріміздің тасталғанын шығарды бір өрттің кесірі. Қармақшы ауданында үлкен 2024-те өрт болды. Шағын маркет Ырыстыжан магазині өртенді. 2024-тің маусымның 5 күні түнгі сағат 12-де. Нәтиже болмады. Экспертизіміз өзімізден көрді. Емемнен жаққан өтті жақпадым болды. Пешті жоқ қылып жіберді, камерасын жоқ қылып жіберді. Қолға жөніңізді айтыңызшы. Айттым жаңа. Ат жөніңіз кім? Сіз мемлекет қызметкерсіз ғой. Мемлекет қызметкерсіз ғой. Сіз таныстырыңыз. Жоқ, таныстырыңызшы. График бос емес, ол кісі қазір шығып кетті. МЧСке барып олар отыр жиналыстамыз деп. Сонда бізді кім тыңдайды? Біздей азаматты, жетім жесір азаматты кім тыңдайды Нәлібаевтан басқа? Жоқ, Нәлібаевтан басқа, Нәлібаев азаматтан басқа көп тыңдайды деп келіп тұр қой. Ауданымыздың әкімі тыңдап бізді қолдап тұрған жоқ. Беріңіздер, заңдылыққа. Жалғыз басты аналарды шолдатып тұр. Не деп хабарлама берді сізге? Жанжал болып жатыр. Өлтірді біреуді деп берді ма? Енді не деп берді? Не деп кеп тұрсыз? Қызылорда облысы істің бәрін өз беттерінше алып алып жатты болды. Біз екі әйел, кей азаматымыз жоқ әйел, шыңғырдық қармақшының бір бұрышында тығылып қалып қойдық. Сақалдылардың қорқып қалғанынан қорқып. Шілде 2024 жылы сағат 00:15 шамасында Қармақшы ауданы Жосалы кентінде Ырыстыжан шағын маркетінде өрт жағдайы орын алған. Өрт барлық зданиенің барлығын, ғимараттың барлығын шалған. Жәбірленушілердің айтуы бойынша сол жағында орналасқан китчен дәмханасының егелері пожарный кіретін орынды жауып тастауына байланысты өрт сөндіру автокөліктері дер кезінде кіре алмай, өртті сөндіруге мүмкіндіктері болмай, содан бүкіл өрт ғимарат салған. Егер олар өртті дер кезінде кірген жағдайда, ол жерде ғимараттың артындағы қораптар өртеніп жатқан кезде, соларды сөндіріп, ғимараттың өртенуіне алдын алуға мүмкіндіктері болған деп жәбірленушілер түйдеп келтіреді. Міне анау біздің туалетіміз, магазиніміздің артымыздан шығатын өзіміз қолдан салдық. Мына жерді өздері қоршап алды. Бытыйдан жер біздікі деді. Міне, бұл жерде менің жарты метр жерім тұр екен, ладно. Пожарный ход мына екі ортада қалу керек екен. Менен 1 метр, бұдан 1 метр. 1,5-3 метр жер. Пожарный ход анау тұр. Міне пожарный ход тұр, мынаның бәрін қоршап алды. Менің жерім бытыйда деп сызылған. Мен мыналарға сөйлеп, мен қорқам, бүткені бұл сақалдылар маған ауыр-ауыр сөз айтты уақытында. Түбіңе жетем деген сөз айтты. Мен әйел азаматымын. Мен burada бұл кісілерге ешнәрсе деп айта алмаймын, сөйлей алмаймын. Бұл сақалды кісілер Қармақшы ауданында туып өскендер. Сонымен қатар бұл жерде өрттің жәбірленушілердің сөзі бойынша, енді команданат, енді өрттің шығу орны мынау китчен, сол жағында орналасқан китчен дәмханасында темір пеш болған. Оны енді өрт болған кезде оқиға болған орынды қарау кезінде де сол пешке қарау жүргізілген, төтенше жағдайлар бөлім қызметкерлерімен қарау жүргізген. Бірақ енді дер кезінде сол пешке алу жүргізбеген, ол жерде енді сол қарау жүргізген қызметкерлердің кінәсі деп есептеймін. Сол жерде дер кезінде қарау жүргізгенмен, ол пешке алу жүргізбей, ол соңында ол пештің қазір жоқ болып кетуіне, ол пештің мынау китчен дәмханасының иелерімен сол тұрған орнынан жоғалып кету фактілеріне жол берілді. Сонымен қатар, енді жәбірленушінің айтуы бойынша, сол жерде китчен дәмханасының айналасында именно пешке қарап тұрған бейнекамера орналасқан деп көрсетті. Бірақ біз сол дер кезінде біз тергеу органына біз сол бейнекамераны анықтауға өтініш хат бергенбіз. Бірақ енді олар әртүрлі немен сол дер кезінде бейне бақылау камерасында жалған бейне жазбаларды алуға, оны анықтауға ешқандай дер кезінде әрекеттер жүргізілмей, сол себепті ол кейіннен барып ол тергеу барысында
кейіннен ол жаңағы жады бейнебақылау камерасының жады алынып, бірақ енді оның ішінде ешқандай да жарамсыз күйге түскені. Яғни бұл жерде ол қандай да бір тараптың соны әдейілеп жарамсыз күйге түсірген деп есептейміз біз. Өрт болған күні камера болды. Күнде жанып тұрған. Күнде болған камера, информация кәмелетке толмаған бала берді, әке-шешесімен барып. Бірақ камераны сол күні өрт болып жатқан күні, сол уақытта біз жанайқайымыз шыңғырып өрттің ортасында жүргенде камераны жұлып алып кетті машинаға салып. Бір. Екі. Іс қозғалды, экспертиз пешті алды, бір айдың ішінде пеш жоғалып кетті. Екі. Үш. Біз пожарныйдан сұрадық, пеш қайда, пеш табыңдар деп, пеш жоқ, пешті жоқ, өткізіп жіберіпті деді. Бізге осындай ғана мәлімет берді. Үшінші пожарный ход 9 ай болды өрттің болғанына, әлі ашылған жоқ. Тергеу эксперимент жүргізу туралы 20 тамызда берген өтінішім дер кезінде орындалмай, әне-міне деп 3 айдан кейін барып, қараша айында барып, оны орындауға көшті. Бірақ негізінде біздің өтініш хаттар 3 тәуліктің уақытының ішінде қаралу керек. Қызылорда облысы істің бәрін өз беттерінше алып алып жапты болды. Біз 2 әйел, азаматымыз жоқ әйел, шыңғырдық қармақшының бір бұрышында тығылып қалып қойдық. Сақалдылардың қорқытқанынан қорқып. Жылап барғанда ешқандай азамат біздің әділдігіміз шығарған жоқ. Әділсіз барлығы, шешімнің бәрі әділсіз. Байнедия ақпараттық агенттігі түсініксіз көңілге күмән келтіретін сұрақтардың жауабын білмекке облыстық төтенше жағдайлар департаментіне барды. Алайда аталған мекемеде бюрократия әлі күнге салтанат құрып тұрғандай көрінді. Журналист болсаңыз, қазір бәрі де арада жиналыста жүр. Бойынша басшылардың бәрі жиналыста. Енді сіз пресс-службаға хабар беріп жүрсекші, ол кісі шығатын шығар, мүмкін. Жауапты қызметкерді жіберетін шығар. Өзің келіп кетші, мына камерамен түсіп тұр ғой. Түсіп тұр. Камераға түсіп тұр ғой барлығын. Салмақсыз ба? Масақбаев Әлібек Рысбекұлы, аға лейтенант кезекші бөлімінің кезекшісінде. Операционный жөнін. Бізге өтініш, пресс-службаның қызметкерін жібере қойсаңыз, Пресс-службаны жібереміз. Бәрі жиналыс болсын. Шамалы сабыр сақтап. Жақсы, болды. Күтеміз жұмыстан негізі. Жақсы, күтеміз. Басшыға оны қазір мен өзім айтам. Тергеудің несін шақырдыңыз болмаса? Басшы келсе іште көрексін шақырдыңыз тергеу. Маған осы менің департаментінің басшысын шақырып беріңіз. Мен сол кісіге айта аламын. Мен Рүстем мырза. Толға жөніңізді айтшы. айттым жаңа. Ат жөніңіз кім? Сіз мемлекет қызметкерсіз ғой. Кеңші, мемлекет қызметкерсіз ғой. Сіз таныстырыңыз. Жоқ, таныстырыңызшы. Басшы келеді деді ғой. Күтеміз. Міне жоқ деп тұр. Жаңа ғана жиналыс болды. Қаяқтан біткені? Жиналыс. Ойға. Жауаптарыңыз күлкілі, бірақ сіздер ақпараттық агенттің және Қазақстан Республикасының дені сау азаматтарға жауап беріп тұрсыз. Біз жиналыс болып жатқан кезде келгенбіз. Хабар берілген біздің келгендігіміз жөнінде. Енді кетіп қалып жоқ деп жауап беру бұл қалыпты жағдай ма? Ол кісі бірден шығып кетті ғой. Жиналысқа шығып кетті. Біздің кеп тұрғанымызды естіп. Қазір ғана іште жиналыс жасап жатқан басшылық құрам бір сәтте жоқ бола қалыпты. Мұндайда Әріновтің қызметкерлері әртіс болып кеткен бедерсін. Кеткен жерін мен білмеймін. Әлбетте айта алмайсыз. Айта алмаған емес ол. Айта алмайды. Неге айта алмаймын? Айта аламын ғой. Неге айта алмаймын? Айта алмайсыз. Айтыңызшы, қайда кетті? Енді оны арнайы адамдардан білгіші мамандарынан қасында отыратын. Кенет төтеншеліктер жазықсыз итті таяқтай жөнелгенін көрдік. Иттің жағдайына түспей тұрғанда әкімдіктен пана тілейік деген екі азаматша әкімдік есігін қақты. Алайда онда да көздің жасын құрғатар ешкім табылмады. Есесіне әкімдіктің халыққа қаншалықты ашықтығын көзбен көріп қайттық. Саламатсыз ба? Нәлібаев мырзаға кіргім келіп тұр менің. Қармақшы ауданынан келіп тұр, ауданнан. График бос емес, ол кісі қазір шығып кетті. Қане графикті көрсетіңізші, бос емес уақытын. Мен көрсетпеймін оны. Кім көрсетеді бізге? Көмекшісі бар. Көмекшісін шақыртыңыздар.
Көмекші шақыртыңыздар. Ешқайсы шақырта алмаймын. Неге шақырта алмайсыздар? Өтініш беріңіздер, заңдылығына сәйкес. Сізде Өтініш, ол дөрекілік емес, өтінішті ешқандай айлап күтіп жүрмейміз ғой біз. Өйткені барған жерлеріміз ешқандай есіктен ашпай тығылып отыр ғой. МЧС-ке барып, олар отыр жиналыстамыз деп. Сонда бізді кім тыңдайды? Бізде азаматты, жетім жесір азаматты кім тыңдайды Нәлібаевтан басқа? Жоқ, Нәлібаевтан басқа, Нәлібаев азаматтан басқа кім тыңдайды деп келіп тұр қой. Ауданымыздың әкімі тыңдап бізді қолдап тұрған жоқ. Жалғыз басты аналарды шылдатып тұр. Жақсы. Облыста маған Нәлібаевқа кіруім керек деймін, кірем. Кіргізіңіз мені. Кіргізіңіз мені. Мен жеңіл нәрсемен кеп тұрған жоқпын. Мен бала шағамның қаншама екі жесір әйелдің нанынан айырған азаматтардың артынан кеп тұрмын мен. Беріңіз арызыңыз қаралады міндетті түрде. Мен сізге қаралмайды деп айттым. Ол қашан қаралады? Маған да 3 сағатта қаралып бере ма? Қаралады міндетті. 3 тәулікте қаралып бере ма? Береміз сізге. Мен бәріне сіздің өтінішіңіз түседі. Өтініш қазір деген дамыған заман ғой. Жақ қолма-қол апарып бермейді. Мына өтініш деген өзіміз кіруіміз керекпіз. Мен прямой өзімен жанымыз қысылғасын деп тұр, шындап келгенге. Табақтай 9 балам бар. Магазинді өртепте Жусалы ауданының кәсіпкерімін мен. Жусалы ауданының кәсіпкерімін. Дірдей. Менің магазинім өртенді. Аудан әкімі көмектеспейді. Не істеймін? Анаған барам, анау жабық. Мынаған барам, мынау жабық. Шаршадым мен уже. МЧС-тен кеп тұрғанымыз көріп. МЧС-ке барып жиналыс деп жарты сағат күткізіп қойды. Сыртында күтіп тұрып бәрі шықты, басшылар кетіп қалды. Бізді тыңдаған Рүстем деген мырза ол да теріс бұрылып алып қазір деді кетті, жауапсыз кетті. Бірақ біздің экспертизде олардың ММК-тің егелерінің берген жауабымен экспертиз шығарылған. Біз жәбірленуші күдіктінің ешқандай бізге несі жоқ. Бір ма пожарный ход 9 ай өтті. Әлі сол күйінше жауып тастады. Тағы жоқ. 2 ма. Үшінші аудандық біздің үлкен камера, үлкен орталықта тұрғанда бірақ камерадыр, қалған камералар жоқ. Сол күні сұрасақ барып акиматтан. Камера сіздерге қарай бұрылмапты дейді. Бәрі ауыз байластық, сыбайластықпен бәрін бүйтіп тастады. 2 әйел, жесір әйел шырылдатып та қалдық. Не деп хабарлама берді сізге? Жанжал болып жатыр. Өлтірді біреуді деп берді ма? Енді не деп берді? Не деп кеп Іздеп барсақта табалдырығынан аттатпаған төтеншеліктер өкшелеп өздері іздеп келіпті. Сөйлеу тондары да әп-сәтте жібей қалыпты. Алмастырма, құрметті азаматшалар, аты жөнім Түйменов Жасұлан Қалыбайұлы, Қызылорда облысы төтеншелер департаменті бастығының бірінші орынбасары болып саналамын. Қандай да бір маған сұрақтарыңыз болса, барлық бағыт бойынша жауап беруге дайынбыз. Саламатсыз ба? Қызылорда облысы Қармақшы ауданының азаматшаларымыз. Үкібаева Тишкіл, Үкібаева Жанар. Екеуміз жалғыз басқанамыз. Екеуміз маңдайтерімізбен жасаған, аяқтан тұрғызған магазиніміз 2024-те шағын маркетіміз. 2024-те июль айының 4 күні 5 күнге қараған сағат 12-де магазин өртеніп кетеді. Содан бері іс жүрді. Қызметкерлеріңізге рахмет, Алла разы болсын. Бірақ мәселе шыққан экспертиздің мәселесін біз қанағаттанбаймыз деп бергенбіз. Өзімдердің темекі шегіп шырпы жаққанынан болған деп шыққан экспертиз. Бірақ біз дәлелдедік сол жерде, видеоға түсірдік бар. Келді облыстан занятыйлар. Пешті көрді. Екіншілік пеш жоқ болып кетті бір айдан кейін. Іс жүріп жатқанда пешті жоқ қылып жіберді. 2. Камера өрт болып жатқанда видео камерасын жоқ қылып жіберді. ММК-тің. 3. 4. Пожарный ходты сол жерде мен зарланып жылап тұрып айттым. Пожарный уақытылы келді. Коробка өртеніп жатқанда, магазин өртенбегенде. Коробка өртенді, пожарный кіші келеді, 3 пожарный кепті өшіретін тұғым. Пожарный ходты жауып тастаған. Ашуға қанша 20 баланың әлі келмеді, қадалап тастаған. Олар бақта пожарный машина ММК-тің арт жағында дарбазасынан міне алмай, сымды көтере алмай, 10 минут ыңғалаңдап, магазин жанып кетті. Менің талабым сізге, мен ашынып келіп тұрмын бұл жерге. 9 ай, 10 ай бойы мен көтерілген жоқпын. Таптым, мен күттім. Ол азаматтар, ер азаматтар өздері келіп, Жаке, таке, бір көрсінде мен өлермін деген бір келет шығар, ауылдың бір тайпа елдің азаматтары ғой деп едім. Ол кісілер не істейсің маған деп жүр осы кезде. Бәр істің барлығын бәрін өзімізге бәле жапқыда шығарды. 9 айдан бері пожарный ход әлі молағы жабық тұр. Қайта молағы жауып тастап, қайда біздің ауданның пожарныйларының жұмыс істегені?
Қайда біздің результат қайда? Бастығы кім екенін де біз танымаймыз. Білмейміз да. Мен пожарныйға жауапқа бардым. Осы кісі келді. Сол кезде Рүстем мырза келдіңіз иә? Ені танып отырмын мен. Сол кезде келді. Бірақ мен Өмірбек деген мырзаны көрген жоқпын пожарныйдан бастаған. Шашының ұшында көрген жоқпын. Өрт болып жатқанда келді де мен осы кісіге шығып бара жатырмын деді. Болды. Ауылдың қыздары ғой, қазақ еліміз ғой, қазақпыз ғой деп бізге қыздары ауылдың қыздары едіңдер маңдай термей жүрген. Не болып жатыр деген бір сұрақ алған жоқ. Қазақылыққа салынып. Шешіп бермейсіңдер ма? Мен Тоқаевқа кетем қазір. Болды. Жоқ, шешілмей тұрған не мәселе? Неге пешті тауып беріңдер, камераны тауып беріңдер, кодты аштыртыңдар. Мен 9 баланың анасымын. Жесір әйел. Код бойынша былай. Үкіметтен бір нан 1000 теңге ақша алмағам, 100 теңге ақша. Өз маңдай теріммен келатым. 16 жасымнан сабақтан қалып, сауда істегенмін. Сонан әлі келатым, сол кетті, мен жанып қоймаймын. 25 жыл кәсіпкер болды. Сол кейінетім жарып кетті менің. Не істеймін мен? Өлем ба? Ешқандай шыққан экспертиздің біздің жанайқайымыз экспертиз деген нәрсемізде жалған әділсіздік. Бізге экспертиз әділдік беріңіз. Қайырлы шығым болсын. Зоппен учет тақырабы. Өлем уже. Уже мен шындықанаға шығам уже. Облыстық әкімдікке келді дегенді естіген аудан әкімдігінің мазасы қашты. Нәлібаевтың қаһарынан қорықты ма, ұяты қылау берді ме, әйтеуір қармақшыға шақырды. Бармауым керек па не облыс әкімдігіне? Не болып бәріңізге? Бәрі шығып жатыр ғой маған. 9 айдан бері қайда қалыңдар мені іздеп, мені ақтайтын болсаңыздар. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Жандос мырза. Есімім Жанар, Жалғасбек қызы. Тишкіл Жалғасбек қызы Қармақшы ауданының тұрғынымыз. Осы Қармақшы елінде, осы елде өсіп өнген қыздарымыз біз. Бұл жерде келген мәселем 2024-тің 4-ші июль күні 5-не қараған түні Қармақшыда шағын маркет ырысты-жан өртенді. Бәріңіз де информацияда болдыңыздар. 9-шы июль күні мен сізге кеп жанайқайымды естірттім, кабинетіңізге кіріп жылап тұрып айттым. Екеуміз. Өткені мен ешқандай не көрмедім 3 күннің ішінде. Содан бері 9 ай өтті Жандос мырза. Осы елді басқарып хан болып отқаннан кейін сізге мен сізден ешқандай нәтиже болмағаннан кейін облысқа шықтым. Атақ мен өз құтығыма өзім түкіретін азаматша емеспін. Егерде жаңағы екінші жаңағыдай қызметтік тергеу барысында менің қызметкерлерім тарапынан, сіз акиматты айтып отырсыз, аула Жосал кентінің әкімшілік тарапынан жаңағыдай камераны бұзып қойған, бұрып қойған фактор анықталып отырса, міндетті түрде бәрі жауап береді. Менің орынбасарымнан, осы саланы курьеритетін орынбасарымнан бастап, анау кенттегі камерада отырған адамға дейін міндетті түрде заңның аясында өз шарасын алады. Оған мен сізге өзімнің еркекше, ер азамат ретінде уәдемді беремін. Себебі елді басқарып отырған мен, елде, осы елде, жаңағыдай неде екі әп-әдемі қызды шыңғыртып қойға ол деген. Не то, что әкім ретінде, ол жалпы ер азамат ретінде ондайға жол беруге болмайды. Келісеміз ба? Қазіргі кезде ешқандай айқай шуысыз бірінші арызды жаңағы неге байланысты жазып бересіз менің атыма. Камерасы бар, пеші бар, соны бәрін көрсетіп отыр. Екінші арызды, жоқ, техника байланысты арыз керек емес, техниканы былай біз келістіріп береміз. Келістік па? Тағы да сіздің сұрағыңыз бар ма? Жалпы бұл кісілер ақпараттық агенттік, Баймедиа ақпараттық агенттік лицензиясы бар, сайт бар. Жоқ, ешқандай мәселе жоқ, қайта беріңіз. Бұл кісілер бізге обращение жасаған кезде айтылған мәселелердің бірі сақалды азаматтан қорқамыз. Ойбай, біз қорыққаннан қорғай бойын деген жоқпыз. Мына арыздың ішінде сіз соны да көрсетіңіз. Бұл арызды ендеше бізде ауданымызда ұлттық қауіпсіздік комитетінің мүшесі бар. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өйткені жап-жас жігіт, молодой специалист, жақсы нәтиже жұмысымен көрсеткен, басшы болып тағайындалды. Оған мен жеке өзім тапсырамын. Неге байланысты. Енді ол сақалды деп, анау деп мен бөйлемаймын. Олар бәрі осы елдің тұрғындары. Осы тұрғындары. Бірақ қорқам. Егер де сіздің айтқан сөздеріңіздің бәрі дәлел табатын болса, міндетті түрде заңның аясында бізде целый комиссия бар. Сол жаңағыдай религия жағында көзқарастар дұрыс емес азаматтармен жұмыс жасайтын, өздерінің райына қайтару бағытында жұмыс жасайтын азаматтар. Сол комиссияның контроліне қойып қоямыз сол мәселені.
мы живем в правовом государстве. Біздің елде бәрі заңның талабынан кезек-кезегімен келеді. Бірақ өкінішке орай, енді осындай жағдай болғасын, мен тағы айтып отырмын, сіздерді кінәлі, анау деп жатқан жоқпын. Түсініп отырмын сізді жағдай. Бәрі түсініп отыр мына жерде. Қазір осы жерде біреуіміз 10 мың теңге ақша жоғалтып алайықшы. Уайымдап қаласың, мынау қалай болды екен, балам тренировкасын немен төлеймін, ананы немен төлеймін деп. Образын айтып жатырмын енді. А сіздер деген қаншама еңбек салдыңыздар. Қаншама КамАЗбен де елді мекендерге барып 10 теңге тұратын нәрсені 5 теңгеден саттыңыздар. Оны орынды бәрін білем. Кезінде жаңа мен третийдің әкімінде конфликтеріңіз болған, оны да білем бәрін. Бәрін. Бірақ дегенмен де ел біздікі ғой. Біз мәселемізді өзіміз шешуге тырысу керекпіз. А вот сол нелерден поэтапты солардың біреуінен кейін сіздің мәселеңіз орнынан қозғалмаса, ол кезде сіз келесіз де маған айтасыз былай. Айналайын, мен жасым сізден кіші. Жандосжан, міне сенің арызың, өзіңе сенің әкімдігің, өзіңе сенің жаңа берген ер азамат сөзің. Сөйтіп айтасыз. Сосын мен сол жерде өз тарапынан шешім қабылдаймын. Ары қарай қызметті бұл лауазымда жалғастырамын ба, я болмаса жалғастырмаймын ба. Тағы да айтып отырмын, ауданды басқару тек қана кәсіпкерлік салада емес, ауданды басқару елдің әлеуметтік ахуалын еге болу, экономикасын көтеру, тұрғындардың жағдайын дұрыстау бағытында жұмыс жасаймыз. Сіздің бағытыңыз сол миллиондаған жұмыстың ішінде бірақ қана не бөлік. Бірақ дегенмен де елдің азаматтарысыздар ғой, сіздер азаматшыларсыздар. Бізден басқа, менің ойымша, сіздерді ешкім қорғамайды. Біз осы жерде қолымыздан келгенше заңның аясында тиісті шараларды кезек-кезегімен атқарып, нәтижеге қол жеткіземіз деген сеніміміз бар. Келістік па? Келістік. Мен түсінемін, тағы су құйып беріңіздер, ашуланып отыр, ол оразасыздар ма? Жоқ, ораза суларын беріңдер, шығылса білемейді. Успокоить етіп, бұл жерде айқаймен ештеңе шешілмейді. Айқай емес. Ештеңе шешілмейді. Жоқ, жалпы айқай емес, 9 ай бұрын кеп бізге информация бердік, бермеді емес. Бірақ 9 айда нәтиже сұрап кеп тұрмын мен. Қайықта, пожарныйдың бастығы қайда, ход қайда. Алмаймыз да біз өлшең атқанда қолын сілтеп кеткен мына кісі. Мен отпуске кетіп баратырмын деді да кетіп қалыпты намаза. Алмаймыз да, пожарныйдың шашын да көрмейміз. Біз пожарныйға 3 ай бағана көрдік, бұл кісі бізде видеода бар, қарамай кетіп қалды, әрбір біздің ауылдың пожарныйдың бастығы ғой дейді. 008 деген машина. Соны да, сол ЧС-тің бастығына қатысты, жаңа менің орынбасарларыма, кенттің әкіміне қатысты, сол шағымдардың бәрін қағазға түсіріңіз. Сосын ары қарай кезек-кезегімен бәрін шешеміз. Жарай ма? Мен түсінемін. Жаны ашып барады, басқасы да болады. Қазір аппарат бөлек бөлмеге жазып болады. Бірақ спокойно, в рамках правового поля біз бір шешімге келу керекпіз. И сол шешімге келген кезде сіздердің бірінші елдің азаматы ретінде, Қазақстан Республикасының азаматы ретінде сіздердің құзырларыңыз, сіздердің құқықтарыңыз біз міндетті түрде қорғауға не істейміз. Біз үшін ең маңыздысы елдің тыныштығы, елдің ахуалы. Самое главное – безопасность жизни и здоровья нашего населения. Конечно, осы жерден нан жеп отқаннан орысша сөйлеп айтып жатырмын, араласып. Негізі менің міндетіме сәйкес мен мемлекеттік тілмен сөйлеу керекпін, бірақ русский язык у нас является языком международного общения. Дұрыс па? Сол себептен сабырлық сақтайық бәріміз. Сіздерге де рахмет көп-көп. Мен Бақтабаев отыр ғой, бізде елдің осы жанашыр азаматы. Қандай не болса да осы азамат басы аяғында жүреді. Дәлел қылып айтады. Мен Фейсбукта да басқада да қорықпаймын. Себебі біз жұмыс жасап жатырмыз. Біз ауылымызды толтырып айтатын нәтиже бар. И бұл жерде де біз міндетті түрде заңның аясында бір жолын тауып не істейміз. Пожарный входқа байланысты міндетті түрде көрсетеміз. Оны қазір Шыңғыс Әлеуметтің түстен кейін қазір неге Байкон ертең аралаған кезде маған көрсетіңізші, пожарный тұтқа жерінен болу керек екен, ЧС-тің бастығымен бірге. Мен ол пожарный вход туралы вообще білмеймін, шын айтсам. Сіздер болдыңыздар ма түсіріп? Болсаңыздар. Бір ғана сұрағым бар. Енді бұған дейін біз Қармақшыда, жалпы Қазақстанда жасалған қылмыстық, ең ауыр санаттағы қылмыстық Қармақшыда жасалғанын біз білеміз. Өзіңізде хабарыңыз бар жақ. Қазақстанда адам етін жеу бойынша енді азаматшалардың жаңағы мәселесін айтып отыр. Енді айдың күннің аманында құқықтық мемлекетте қорлардан қорқамыз деп. Жалпы елдегі ахуал қандай? Құқықтық ахуал. Олар өйткені маған қорқытатын сөз айтты. Оның бәрі пожарныйда айтылған, жазылған жазба шатырде. Қандай сөздер айтқандары жазылған. Ана сізге түсіндіріп айттым. Соны бәрі болды, просто сізге бір ауызша түрде айтып жатырмын. Бізде тұрақты. Ахуал бізде тұрақты. Шүкір, елімізде Рамазан айы келді. Ауданның тұрғындарының 80%-нан астамы ауызы берік. Құдай қаласа, мынау босатқан аяғында шарасын өтсек деп жатыр.
жалпы еліміздің президенттің бастамасымен наурыздама деген не бар, 10 күндік біз бүгінде бізде бір жақсы бір шаралар өтіп жатыр, кеше де шаралар өтіп жатыр. Ондай жаңағыдай сіздер айтып отырғандай біздің ауданымызда маньяк бар, я болмаса тағы да біреу бар деп мен айта алмаймын. Егер де жаңағы Эмменбургер ғой, жаңағы егер де солардың тарапынан сізге қарай угроза болатын болса, біз міндетті түрде болды уақытында өрт болғаннан кейін болды. Қазіргі кезде мен тем более өзім осы аудан әкімдігіне дейін ұлттық қауіпсіздік комитеті саласында қызмет жасаған білесіздер. Қажет болатын болса мен өзімнің жаңағы таныстарымды, өткен қызметтегі әріптестеріме өтініш айтамын, бұл бойынша жұмыс жасап, маған нақты ниет шығарып беруге. Бірақ біздің кешегі Дәулет деген азамат тағайындалды ғой, келді де 2 аптаның ішінде бір жақсы нәтиже көрсетті. Я думаю, ол бойынша ешқандай мәселе болмайды. Ел біздікі ғой. Ел біздікі, біз қызығымызға түкірмейміз. Халқымыз үшін еңбек етеміз. Бір-бірімізге көмек болмасақ, біз не үшін керекпіз? Әдемі сөздер айтамыз. Жылағанды жұбатайық, сонда оны бәрі бос айтып берме, мен ондай әңгімеге сенбеймін. Сол, Жандос мырза, Болды сұрақ болма. Соңғы сұрақ, сіз айтып қалдыңыз ғой, аудан азаматтарының 80% ораза деп, мен білуімше жалпы діни ұстанушы азаматтардың Қазақстан бойынша 1,9% ғана діндарлық көрсеткішін көрсетеді да. Менен жаңа сұраққа туындап отыр ғой, 80% деп айтып қойдыңыз. Ауданда негізі сақалды азаматтардың, дәстүрлі емес діни бағыттағы ұстанушы азаматтардың қатты бір нәрсе жүріп жатқан жоқ па, бір көбею тенденциясы жүріп жатқан жоқ па? Жоқ, бізде ондай тенденция жоқ. Мүмкін бізде қазіргі таңда, енді мен ол ақпарат сізге айтамаймын, жоқ емес, бар. Жаңа діни бағытында көзқарастар шамалы дұрыс емес. Бірақ мен олар деген жаңағыдай террористический акт дайындайды, я болмаса біресе етпестем, оның арасында менің жеке таныс балдарым да бар. Қазіргі таңда дін басқармасымен бірлесіп отырып жұмыс жасап, олар өз райына қайтару бойынша жұмыстар жүріп жатыр, жақсы жұмыстар жүріп жатыр, жақсы нәтиже. Бір адамның сөзіне ол деген мүмкін емес, қажет болатын болса, егер де сіздің сөзіңіз дәлел болатын болса, мен родың басын тапсырмасын беремін, охрана қойсын деп. Участковыға тапсырып, участковый күніне 4 рет тексере отырсын сіздер. Тексерсін, өткен мені қорқытты олар. Хорошо. Тиісті сала мамандары жұмыс жасайды. Бұл жұмыстың бәрі тікелей мен өзім бақылауға аламын. Берілген уәде көп. Бастысы тергеудің әділ өтіп шындықтың салтанат құруы. Жоғалған камераның табылып, тірнектеп жинағанын күл еткен өрттің шығу себебін анықтау. Ақпараттық агенттік істің мән жайын толық назарда ұстайды.